Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздерге Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, Сиднейде өткен 17-ші Олимпиада чемпионы Бекзат Саттарханов туралы айтатын боламыз. Жалпы бізбен сіз ол туралы не білеміз? Толығырақ осы видеомыздан біле аласыздар. Мәлімет бізден, бағалау сізден болсын. Ұлтына ұлы жеңіс сыйлаған ұлы Бекзат Саттарханов кезінде Мәскеу төрінде Серік Қонақбаевтың қолы жетпеген Олимпиада алтынына Сиднейдің төрінде Бекзат Саттарханов қоржынға салды. Қазақ елі 20 жыл күткен жеңісті 20 жасар жігіттің қолынан келеді деп ешкім ойламаған еді. Бекзат Саттарханов 1980 жылдың 4 сәуірінде қасиетті Түркістан қаласында дүниеге келді. Ол үйдің кенжесі. Әкесі Сейілхан, анасы Сырокүл. Әлемді мойындатқан спортшының Бағдат, Болат, Мақсат есімді ағалары бар. Бекзат бала кезінде өте нәзік, аурушан, әлсіз болатын. Қазақтың қайсар жігіті енді ғана есін жинап келе жатқан қазақ халқын төрткүл дүниеге паш етті. Бекзаттың бойында әкенің қанымен, ананың сүтімен дарыған ерекше таланты бар. Небәрі 5 жыл жаттығып, Олимпиада чемпионы болу екінің бірінің, тіпті 100-дің біріне бұйыра бермейтін бақ. Бекзат Саттарханов көзі тірісінде 143 жекпе-жек өткізіп, оның 132-сін жеңіспен аяқтады. Мұның бәрі тек 20 жасында болған еді. Айта кететін болсақ, ол 18 жасында мұсылманның 5 парызы етілген Меккеге қажылыққа барды. Бекзат бокспен ғана шұғылданған жоқ. Ол заңгер мамандығы бойынша білім алған. Басында Шымкенттегі Әуезов атындағы мемлекеттік университеттің дене шынықтыру факультетін, содан кейін туған жері Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінде заңгер мамандығын бітірді. Бекзаттың бойында бала күннен бері байқалатын ерекше қасиеті бар. Ол өзі жеңген боксшылардан есе қайтаруды сұрайды екен. Бекзат жеңіске жету үшін тынбай еңбек ететін. Ол жүгірген кезде аяғына ауыр қорғасын байлап алып жүгірген деседі. Ал залға жарты сағатта құйылта жететін оның жүрек қағысы 3-4 минутта қалпына келетін. Бұл көрсеткіштердің өзінен оның қандай болғанын білуге болады. 2000 жылы желтоқсанда Шымкент Түркістан жолында болған көлік апатынан кейін қазақ елі қаралы хабар естіді. Небәрі 20 жасында Олимпиада чемпионы атанған Бекзат Саттарханов осы апатта көз жұмды. Бәлкім тірі болғанда қазір 40-та болар ма еді? Бұл қаралы хабар Бекзаттың отбасына оңай тиген жоқ. Бүгінде құйрықты жұлдыздай жарқ етіп сөнген Бекзаттың өзінің отанына сіңірген еңбегі мен жеткен жетістіктері өлшемсіз. Қазақтың маңдайына сыймай кеткен дүлдүлдің өмірден өткеніне Міне 20 жылдың жүзі болыпты. Сонда да оның артына қалдырған өшпес ізі мен жеткен жетістіктерін келешек ұрпақ ешқашан да ұмытпас деп ойлаймыз. Болашақта дәл Бекзат сияқты халқы үшін жаратылған азаматтар көп болатынына біз кәміл сенеміз. Сонымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз және арнаға жазылып қасында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіз. Біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сондай-ақ видеоны тарату тетігі арқылы барлық әлеуметтік желіге таратып жіберіңіз. Біздің арнаға жазыл.